Сука! Ай, блядь! Асқар! Жұмсатаман сонда бізбен! Жақында ғана түрмеден босаған Асқар Жұмабек өзінің әріптесі және қыз балаға қол көтеріп, боқтап айқайлады. Негізі өзі оят азында таңертең деген. Бірақ осылай барлық спискіде бар, видеода көргендеріңіздей, бұл ісі қаншалықты дұрыс? Еркек тұрғыда болсын, адам тұрғыда болсын, осылай жасауға бола ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Неге жұмыс жасағанын міндет етеді? Осы үшін ақша алып жатыр ғой. Соншама қыз балаға дауыс көтеріп, боқтап, боралап. Осыдан кейін бұнымен ешкімде жұмыс жасамайтыны белгілі. Тіпті бұлай етуге де қақысы жоқ еді. Мың жерден ашулансын, пробкада тұрсын. Еш уақытта жаман қалған үйінде көрсету керек еді.